Бақытсыз бай. Ертеде жалғыз басты бір бай өмір сүріпті. Оның туысқаны баласы жинаған малы мен мүлкі және ақшасы екен. Соларды баладай мәпелеп күтетін. Бір күні ол жалшысының көңілді күлкісін естіп, оның үйін айналшықтап тыңдады. Бірақ мардымды ештеңе ести алмады. Ол ертесіне жалшыны түннің ортасына дейін босатпай, әбден жұмысқа салды. Бірақ кешегі күлкі тағы қайталанды. Дегбірі қашып шыдамсызданған бай енді мынау менің қазынамнан ұрлап жүр, сол үшін үйіне барып мәз болып жатыр деген жаман ойға кетті. Бай бір күні жалшысының үйіне есігін бір теуіп кіріп барды. Сөйтсе, жалшысы екі баласын арқасына мінгізіп алып, өзі ат болып ойнап жүр екен. Ақымақ, бүгін қиралаңдап дұрыс жұмыс істемедің. Түнімен мына мұрынбоқтарыңды ойнатамын деп шаршайды екенсің ғой, деп ақырды. Қожайын, осы екі балапанымды көргенде шаршау уайым дегенді ұмытып, тыңайып, сергіп қалам, деп байыпты қалпынан жазбай жауап берді малайы. Нағыз ақымақ екен, деп үйінен атып шыққан бай, енді мен кеш кіріп қалдым ба екен, ол ұрлаған ақшасын тығып үлгерді де, маған сыр бермей отыр сұмпайы, деп күдігінен арыла алмай-ақ қойды. Екінші күні жалшы таң атқанша жұмыс жасады, бірақ ол еш реніш білдірмей үйіне қайтты. Бай соңынан бұқпантайлап барып тағы тыңдады. Құлағына шықырлаған ақша мен сылдырлаған күміс теңгені жалшы санап жатқанда естіліп кетті. Ол тағы да есікті бір теуіп кіріп барды. Екі баласын екі жағына алып, қаннен қаперсіз рахаттанып ұйықтап жатқан жалшысын көргенде не істерін білмей қалды. Үн-түнсіз білдіртпей үйден шығып кетті. Сонда да күдігі сейілер емес. Ертесіне жалшысының көңілді, сергек қалпы байға өзін мазақ қылып тұрғандай көрініп кетті. Бай ақыры, мен қазынамнан біраз қаражат жоғалды. Соны сенен басқа ешкім алған жоқ. Себебі сен үнемі көңілді жүресің. Тыққан ақшаң болған соң көңілің тоқ болып жүр, деді. Сонда жалшысы, қожайын, жағдайың сорлы құлдан да жаман-ау. Күнде кешке үйімді торауылдайсың. Менің байлығым екі баламмен, жан-жарым және денсаулығыммен қара күшім. Құлай ектеніп, таң атқаннан кеш батқанша тәңірімнен осы байлығымнан айыра көрме деп тілеймін. Сондықтан мен бақыттымын, көңілдімін, деп жауап берді. Не дерін білмеген бай үн-түнсіз қалды. Япырмай, шынында да мына қара құл бақытты. Мен сияқты қызғанатын байлығы да жоқ. Байлық маған бақытсыздық үшін біткен бе? Басым ауырып кетті. Осы күні жалшы үйіне ерте қайтты. Оның сыртынан қарап тұрған бай, алдынан жүгіріп шыққан екі баласына қызыға қарап қалды. Құрметті тыңдарман, қалай ойлайсыз, жалшының қандай жауабы байға сабақ болды? Дұрыс әрекетті қай кейіпкердің бойынан көре алдыңыздар? Отбасы бақытын дүние мүлікке айырбастауға бола ма? Ендеше, соны ортаға талқыға салыңыздар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.